Сәлем достар, сіздермен бірге, қазымен бірге осындай палау жасап үйренетін боламыз. Ең алдымен қазанға 2 ожау майды қыздырып, қатты отта осылай қазымызды жақсылап қуырып алатын боламыз. Қуырылғаннан кейін, яғни қазымыз қызара бастағаннан кейін, осылай үстіне пиязымызды салатын боламыз. Пиязымыз осылай қызарып, қуырылғаннан кейін араластырып, сәбізімізді салатын боламыз. Мінекей қазымыз да қызарып қуырылды, пиязымыз да жақсы қуырылып жатыр. Енді үстіне туралған сәбізімізді саламыз. Салған сәбізімізді жақсылап араластырып, тағы да 5 минуттай жақсылап қуырып алатын боламыз. Осылай қуырылып болған соң дәміне қарай тұзымызды және де осындай для плова деген приправамызды қосатын боламыз. Бұл приправаның ішінде мейізі бар, зірәсі бар, яғни куркумасы бар. Палаудың дәмін келтіреді. Осылай жақсылап араластырып, үстіне суымызды құямыз. Сіздер 1 келі күріш басатын болсаңыздар, 1 литр су керек болады. Менің мына шөмішім 1 литр, сол себептен 1 кружка су құйдым. Осылай жарты сағат 45 минут қазанымызды осылай қайнатамыз. Қайнаған соң жай қоямыз. Осылай жай отта қайнауы қажет. Осылай уақыт өткеннен кейін күрішімізді жақсылап жуып аламыз. Осындай сүзгіштен өткізіп, күрішімізді салатын боламыз. Мінекей қайнап тұрған қазанымызға күрішімізді саламыз. Менің қазанымда суы қатты тартылмағандықтан күрішті салып, қатты отта қайнатамыз. Суы тартылғанша. Осылай қатты отта қайнатамыз. Суы тартылып біткенше. Мінекей, уже суы тартылып бастады. Күріштерді осылай ортаға жинаймыз. Осылай күріштерді жинап, газдың астын төмендетіп, ортасына 1 пиала, 1 кесе суымызды құямыз. Сосын ең жай отта, ең төменгі отта бұқтыратын боламыз. Осылай бетіне пакет жауып қоямыз, себебі ауа кірмеуі қажет. Сол кезде ішіндегі күріштердің барлығы жақсы піседі. Мінекей күрішіміз өте күшті болып пісті. Сіздерге мінекей монтажсыз қазаннан салып жатқанымды буымен ыстықтай болып тұрғанын көрсетіп жатырмын. Өте күшті болып пісті палауымыз. Палауды 30-40 минутта дайын болады бұқтырылғаннан соң. Мінекей қазыларымызды турап қойып, бетіне осылай сәндейміз. Ас болсын.